Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі көркем еңбек сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық киімі этностиль. Мұндағы оқу мақсаттары тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету. Шығармашылық идеялар дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану. Сабақ мақсаты ұлттық киім түрлерінің ерекшеліктерін ескеріп түсіну. Ұлттық киімдердің заманауи үлгілерімен танысу. Бағалау критерийлері. Қазақ халқының ұлттық киім түрлерін, ою-өрнектерін қолдануын біледі. Қазақ ұлттық киімінің жас ерекшеліктеріне қарай бөлінуінің маңызын біледі. Этностиль бойынша жасалған киім үлгілерімен танысады. Дескриптор. Түрлі сайттардан материалдар, акт ақпараттары. Қазақ халқының ұлттық киімдері. Қазақ халқының ұлттық киімдері, киім үлгілері, этникалық, экономикалық және климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүрлер бойынша тігіледі. Қазақтарда ішкі, сырттық, сулық, біргер, сәндік және кейбірінде салтанат ғұрып киімдері болады. Біргер киім деп қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Ең әдемі киім ұлтыңның киімі деген ол адамдар. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болған жоқ. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Ұлт мәдениетінде бағалы киімдер сый-сияпат, дипломатиялық қатынастарда ескерткіш белгі ретінде жүрген. Ат-шапан сыйлау құрметтеудің көрінісі деп бағаланған. Ұлттық киімдердің түрлері пайдалану ерекшеліктеріне қарай күнделікті, сәндік деп, жыл мезгіліне байланысты қыстық, маусымаралық, жаздық, күздік деп, жас және жыныс ерекшеліктеріне сәйкес сәби киімі, бозбала киім, бойжеткен киімі, келіншек киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі, ақсақал киімі деп бөлінген. Бас киімнің негізгі түрлері бас киімдер, сырт киімдер, ішкі киімдер, аяқ киімдер. Ішкі киімдер жейде, көйлек, дамбал, шалбар, бешпент, қамзол, жилет. Сыртқы киімдер шапан, сырмалы, шапан, тон, ішік, шидем. Аяқ киімдер мәсі, кебіс, әйел етігі, ерлер етігі. Бас киімдер тымақ, ол аң, мал терісінен жасалған қыстық бас киім, бөрік, тақия, қасаба, бұл қымбат матадан тігілетін қыздардың бас киімі, төбетай, төбеге киетін шағын бас киім, құлақшын және жалбағай. Этникалық стиль белгілі бір халықтың, этностың ұлттық киімінің элементтері көрініс тапқан киім үлгісін атайды. Киім үлгісінде ұлттық киімнің пішімі, түсі, матасы, ою-өрнектер мен аксессуарлары болуы тиіс. Енді қазір сендерге осы этникалық киім үлгілерін әртүрлі формада ұсынамыз. Этностиль қазақтың ұлттық киімін жандандырады. Костюм даярлауда сол халыққа тән пішім үлгісі, материал, түс, ою-өрнек, аксессуарлар қолданылады. Заманауи киімдерде ұлттық костюм дәуірін қолдану кеңінен таралған. Сәнді қуалап жету қиын, ал ұлттық нақыштағы киімдер әрдайым өзектілігін жоғалтпайды. Этностиль киімнің ерекше үлгісі ретінде сән әлемінен өз орнын алды. Бүгінгі таңда Қазақстанда этникалық бағытта жаңа топтамаларды жүйелі түрде шығарып тұратын бірнеше ірі сән үйі бар. Онда дербес дизайнерлер жұмыс істейді. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға рефлексия. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңдар?
Өз әсерлеріңді мына смайликтерге білдіріңдер. Олай болса үйге тапсырма: этностиль түрінде киім сәндеу, қауіпсіздік ережесін сақтау. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.